Так, дайымыз ба? Болдық. Так, құрметті депутаттар, құрметті сессия жұмысына қатысушылар, енді сессия жұмысын алғаш бастамай тұрып, бір-екі мәселе енді кеше ғана өздеріңіз естіттіңіздер, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желілер арқылы куәсі болдыңыздар, осында әріптестер отыр. Атсалысы Бақытжан Әмірекіші өзі де айтар, мемлекет басшысы президентіміз Жамбыл облысына, Тараз қаласына сапармен келіп кетті. Өте керемет деңгейде өтіп, сонымен шығарып салды, соны біліп отқандарыңыз дұрыс. Екіншіден енді мынау ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын дейді ғой. Жылан жылын шығарып сап, Алла қаласа жылқы жылын қарсылайық деп отырмыз. Сондықтан да сессия жұмысы бастамас бұрын өздеріңіз сол келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді қазақ әр уақытта келетін жыл туралы жақсы айтады ғой. Мына жылқыны енді қазақтың қамбар атаның несі болғаннан кейін әр уақытта жылқыны ерекше бір не ретінде қабылдайды. Өйткені ол жылдың өзінше бір ерекшелігі бар, берері көп, рухты жыл деп жатады, берекелі жыл деп жатады. Сондықтан да мына келген жыл жаңа жыл жақсылығымен келсін, төрт көзіміз түгел аман есен осындай бір жағадан бас, бір жағынан қол шығарып, осы қаламыздың өркендеуіне, экономикалық дамуына, мына халқымыздың жағдайының, тұрмыс жағдайының жақсаруына өстіп бірлесіп қызмет атқара берейік. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Так, дайын болса, онда сессия жұмысын бастайық, әріптестер. Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихаттың кезектен тыс 36 сессиясына 31 депутаттан 25 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезектен тыс 36 сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Тараз қаласы прокуратурасының, мемлекеттік кірістер басқармасының, қоғамдық кеңестің, ардагерлер кеңесінің төрағалары, қала әкімінің орынбасарлары, аудан әкімдері, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгертулер мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Онда сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы, қалыс жоқ, бекітілді, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, бүгін бір ғана мәселе күн тәртібінде 2025-27 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихаттың 2024 жылғы 26 желтоқсандағы 25-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндама жасау үшін сөз қала әкімінің экономика бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Ильясбекұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті Кенжебек Машбайұлы, құрметті депутаттар, 2024 жылғы 26 желтоқсандағы 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың 25-3 шешіміне өзгерістер енгізу жобасы ұсынылып отыр. 2025 жылға арналған қалалық бюджетті нақтылау жобасы Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 96 бабын басшылыққа ала отырып, Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының ағымдағы жылғы 18 желтоқсандағы өзіндік кірістер жоспарына түзетулер енгізу туралы ұсыныс хатына сәйкес жергілікті атқарушы органның бастамашылығымен енгізіліп отыр. Бюджетті нақтылау барысында өзіндік кірістерді сапалы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында кірістердің ішкі кодтары арасында келесі жылжытулар енгізу ұсынылады. Бірінші функционалдық топ бойынша ол табыс салығын жоспарын 800 миллион теңгеге кеміту, әлеуметтік салықтың жоспарын 150 миллион теңгеге кеміту, меншікке салынатын салықтарды 23 миллион теңгеге, жоспарын 23 миллион теңгеге ұлғайту, тауарлар мен жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтардың жоспарын 777 миллион теңгеге ұлғайту және мемлекеттік баждың жоспарын 150 миллион теңгеге ұлғайту. Жалпы Тараз қаласының бюджетінің өзіндік кірістер өзгермейді, жалпы сомасы 59 миллиард 838 миллион теңге көлемінде қалады. Бірақ сапалы орындау мақсатында ішкі жылжытулар енгізу ұсынылып отыр. Бұл жоғарыда атап өттім, Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының
ұсынысы болған, ұсыныс хаты. Кірістер басқармасының өкілі бар ма? Кім бар? Келісілген ғой барлығы. Сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша, да? Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Ілияс Жандосбекұлына. Мынау орын ауыстырыпсыздар енді, қосылулардың орын ауысқанымен қосылғыш ауыспайды дейді ғой. Сол мынау кімдерге орташа төменгі бизнес адамдарына зиян тиіп кетпей ме? Әлеуметтік табыс салығынан алып, оны тауарлармен, жұмыстармен жауапты. 777 миллион. Бұл жерде салықтың ставкалары еш өзгермейді, салықтың кәсіпкерлерге қатысты. Тек қана біз жоспарды өзгертіп отырмыз. Жоспар ғана өзгеріп отқан, иә. Басқа ештеңе не болды. Жалпы жоспар қалып отыр, нақтыланған жоспардың барлығы сәйкес келіп отыр. Мына жерде тек қана түзетулер, өзгерістер ғой. Бірінен біріне ауыстырып жатқан. Басқа сұрақтар бар ма? Жоқ па? Отыра беріңіз, Жандос Нұсбекұлы. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, кезектен 36 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаларды. Жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Онда сессияның жұмысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіз. Бақытжан Әбішев, айтарыңыз бар ма? Қайырлы күн, құрметті депутаттар. Бірнеше күннен кейін мынау 25 жылдың өзінде мынау тарихқа өтеді. Биылға осы жылы сіздермен соңғы сессияны өткізіп отырмыз. Жыл біз үшін жаман болған жоқ. Сіздермен мінекей жаңа Кенжебек Мамашбайұлы айтты. Бірлесіп жұмыс істеудің нәтижесінде қазір Тараз қаласының экономикасының дамуы тұрақты. Барлық көрсеткіштеріміз тұрақты динамика көрсетіп отыр. Оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Алға қойған мақсаттарымыз, биылға жоспарлаған жоспарымыз толық орындалды деп айтуға негіз бар. Барлық құрылыс жұмыстары, барлық алдымызда тұрған іс-шаралардың барлығы толық көлемде орындалды. Келесі жылдың бюджетінде өздеріңізбен біраз жұмыс жасадық, қабылдадық. Алдымызда үлкен жұмыстар, ауқымды жұмыс осы Тараз қаласының экономикасының дамуына ары қарай бірге жұмыс жасаймыз деген үлкен сенімдемін. Мынау келе жатқан жаңа жыл әр отбасына құт береке алкесін, отбасыларыңызда тек қуаныш болсын. Жақсы көңіл күймен жаңа жылды қарсы алып, келесі жылы осы сіздермен жұмыстарымызды жалғастырамыз деген ойдамын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Рахмет сіздерге. Кішкентай ғана хабарландыру, құрметті әріптестер, осы залдағы отырған төрт көзіміз түгел бір 15-20 минуттық үзіліс қазір жарияланады. Содан кейін Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Бекболат Серікбекұлы Орынбеков өздеріңізбен қауышып кездесу. Өйткені ол кісілер барлығы осы түгел бүгін кестесі Тараз қаласынан басталып, түгел аудандағы мәслихаттың депутаттарымен кездесу, оның кейін барып мынау салық мекемесінің қызметкерлерімен кездесу осындай жоспарланған. Сондықтан да ең алғашқы кездесу осы бізден басталады. Сондықтан да түгел төрт көзіміз түгел осы залдағы отырғандар түгел қатысайық, бірге болайық. Бір 15-20 минуттық перерыв.